31 мамыр Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Бірақ саяси қуғын-сүргін әлі тоқтамаған елде құрбандарды шынайы еске алу мүмкін бе? Бүгінгі билік кешегі қателіктерді қайталап отыр. Қорқыту, азаптау, түрмеге қамау, оппозицияны жою. Бүгінде сөз бостандығы қылмыс, ал өзгеше ойлау қауіп саналады. Мұражайлар салып, камера алдында өлең оқу бұл қойылым. Бұл екіжүзділік. Өткен құрбандарды еске ала отырып, бүгін тірі адамдарды сындыру бұл барып тұрған цинизм. Саяси тұтқындар тарих кітаптарында емес, олар осында біздің уақытымызда. Олардың балалары әкелерін күтіп отыр, әйелдері әділдік сұрап есіктерді қағуда. Олардың есімдері мәрмәрге қашалып жазылмаған, олардың есімдері тыйым салынған тізімдерде тұр. Біз қасіретті қателіктерді қайталаудамыз. Біз қазақ халқы өткеннің сабақтарын әлі де түсінген жоқпыз. Бізді қорқытып, үркітіп, езуде, бірақ біз үнсізбіз. Көнеміз, шыдаймыз, үйреніп кеттік. 31 мамыр бұл аза тұту күні емес. Бұл ұят күні, ашу күні, ақиқат күні.